Сәлем достар, бүгін блинчик дайындайтын боламыз. Оған 3 жұмыртқаны жарып, әбден араластырамыз. Сосын үстіне 3 ас қасық секер саламыз. Барлығын әбден араластырып, аздап тұзымызды саламыз, әбден араластырамыз. Жыртылмайтын, тез дайын болатын блинчик дайындайтын боламыз. 1 стақан жылы сүтімізді құямыз. Әбден араластырамыз бәрін. Аз-аздан електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Осындай сұйықтықта шығады. Енді қайнап тұрған 1 стақан суымызды құямыз. Әбден араластырып, аз-аздан ұнымызды салып, міне осындай сұйықтықта дайын болды. Енді сұйық майымызды құямыз. 3 ас қасық. Бәрін араластырып, енді осындай массада дайын болды. Енді тавамызды қыздырып, басында аздап май жағамыз, содан кейін май жақпасақ та болады. Осылай қызып тұрған майланған табамызға құйып, екі жағын аударып пісіріп аламыз. Міне жұп-жұқа блинчигіміз де дайын болды. Өте тез әрі оңай. Маған подписаться етіп, лайк басып, қолдап кетіңіздер, достар.